Сәлем достар, қайырлы таң. Мен сіздерге осы жылға арналған болжамымды ұсынамын. Тоқты, сіздерге жалпы басқа елге көшуге, онлайн жұмыс жасауға, жеке болуға, больницаға қаралуға, қайырымдылық іспен айналысуға жақсы кезең. Жалпы дінге бет бұрасыз, немесе эзотерикамен айналысуға жалпы жақсы кезең. Тоқты. Сіздерге 11-ші домға келіп тұр екен. 11-ші дом жалпы группаны білдіреді, мекемені білдіреді, немесе достарды білдіреді. Бір группаға мүше боласыз, жұмысқа тұрасыздар, жаңа достар пайда болады. Көп адамдар сізді қолдайтын болады. Сізбен жұмыс жасайтын команда жинайтын боласыз. Онлайн жұмыстарыңыз алға басады. Немесе интернет арқылы жұмыс жасап бастайсыздар. Егіздер. Жалпы сіздерге 10-ші домға келіп тұр екен. 10-ші дом ол жұмысты білдіреді. Атақты боласыздар. Жұмысыңызда дәрежеңіз өседі. Егер көптен жұмыс таба алмай жүрсеңіздер, жұмыс табасыздар. Атақ, абыройларыңыз артады. Шаян. Шаяндарға 9-ші домға келіп тұр екен. Жалпы 9-ші дом ол шетелмен, халықаралық істермен тікелей байланысты білдіреді. Яғни шетелге көшуге, басқа елдің адамдарымен танысуға, немесе басқа ұлттың адамдарымен танысуға өте жақсы кезең. Немесе бір шетелден бизнес ашасыздар. Бизнесіңіз халықаралық болғалы тұр, тегін саяхаттайсыз, немесе жолдама сізге тегін беріледі. Немесе сізді біреу шетелге тегін шақыратын болады. Немесе бір ұтып аласыздар, шетелге жолдама ұтып аласыздар. Универге жалпы оқу орындарына оңай түсесіз. Егер біреумен соттасып жататын болсаңыздар, жеңіп шығасыздар. Өз мектебіңізді ашасыз. Арыстан. Сіздерге 8-ші домға келіп тұр екен. 8-ші дом бұл ақшаны білдіреді. Ақшаның көбеюі болады. Басқа адамдардан сіздерге ақша келетін болады. Сіздерге басқа адамдар ақшалай көмек көрсетеді. Қарзыңызды, налогыңызды сіздерге мемлекет кешіруі мүмкін. Ойламаған жерден ақшалы боласыздар. Немесе жолдасыңыз айлығы көп жұмысқа орналасады. Сіз ойлағаннан да, өзіңіз көп ойлағаннан да ақша алатын боласыз. Немесе қарыздарыңызды біреу өтеп береді. Бикеш. Сіздерге 7-ші домға келіп тұр екен. Ол адамдармен қарым-қатынасты білдіреді. Осы жылы некеге тұрасыздар. Екінші жартыңыз дінге бет бұрған адам, немесе эзотерикамен айналысады. Қайырымдылықпен айналысып бастайсыздар. Клиентпен көбірек жұмыс жасайсыздар. Клиенттеріңіз көп болады. Сізді көре алмайтын адамдар өте көп. Жалпы бұл өмірде көре алмайтын адамдар өте көп қой. Егер сізді жұмыстан шығарып жіберсе, сол мекемені сотқа беріп жатсаңыз, ол ұзаққа дейін созылады. Жалпы 7-ші дом әрі махаббатты білдіреді. Танысу болады. Өз махаббатыңызды кездестіресіз, некеге тұрасыз. Немесе онлайн бизнес, немесе серіктеспен бизнесіңізді бастайсыздар. Таразы. Таразы сіздерге 6-ші домға келіп тұр екен. Жалпы 6-ші дом денсаулықпен жұмысқа жауап береді. Егер жұмыстарыңыз көптен жүрмей жатса, жұмысқа орналасуға болады. Денсаулықтарыңызға көп мән бересіздер. Денсаулықтарыңыз аяқ астынан бір ғажап жағдайда, сіздерде денсаулықтарыңыз өте жақсарып кетеді. Жаман аурумен ауырып жүрсеңіздер, жазылып кетесіздер аяқ астынан. Сосын жұмыстарыңыз өте көп болады. Туысқандарыңыздың мәселесін шешіп беруге тырысасыздар. Оларға көмектесесіздер. Күнделікті жасайтын міндеттеріңіз көбейеді. Режимдеріңіз өзгереді. Өзіңізге некомфортный режим ойлап тауып аласыз. Мысалы, обедке дейін ұйықтау деген сияқты. Бірақ бұлай жасауға мүлде болмайды.
үйіңізге мысық, ит асырап аласыздар. Қайырымдылықпен айналысуға өте жақсы. Сарышаян белгісіндегі адамдарға 5-ші домға келіп тұр екен. Жалпы ең жолы болғыш адамдардың бірісіздер. Жалпы 5-ші дом бұл балаға жауап береді, шығармашылық жұмысқа жауап береді, махаббатқа жауап береді, және өзіңіздің жеке бизнесіңізге жауап бергендіктен, енді бизнесіңіз өркендеуі мүмкін. Балаңыз көбейеді, бала босанасыздар, бала көтересіздер. Садик немесе балабақша немесе мектеп ашуға өте қолайлы кезең. Өмірден рахат алуға өте жақсы кезең. Үлкен балаңызға, балаларыңыз әлі кішкентай болса, үлкен болса балаларыңыз, үлкен балаңызға көмектесетін боласыздар. Жалпы 5-ші дом әрі ұтысты білдіреді, жеңісті білдіреді, жарыста жеңіп алуға жақсы мүмкіндік туып тұр. Атақты боласыздар. Мерген сіздерге 4-ші домға келіп тұр екен. Ол басқа қалаға, ауылға, немесе басқа үйге көшуді білдіреді. Отбасыңызда адамдар тағы бір адаммен толығатын болады. Үйіңізді үлкейтесіздер. Балаларыңыз үлкен болса үйленеді, тұрмысқа шығады қыздарыңыз. Үйіңізге бір туысқаныңыз келіп тұруы ықтимал. Жылжымайтын мүлікті сатып алуда өте жақсы қолайлы сәтті болады. Отбасылық бизнес ашуларыңыз мүмкін. Басқа елдің азаматтығында аласыздар. Тауешкі сіздерге 3-ші домға келіп тұр екен. Ол басқа адамдармен араласуды білдіреді. Жаңа білім аласыздар, жаңа мамандық игересіздер. Алған білімді елге көрсету керек. Кітап жазасыздар. Елдің алдына шығасыздар. Елдің алдына шығу деген енді әлеуметтік желіге шығу емес, ол радио бар, телевидение бар. Ол көптеген елдің алдына, мысалы, сахнаға шығуларыңыз мүмкін, немесе би билеулеріңіз мүмкін. Сол сияқты елдің алдына шығасыздар. Көп жол жүресіздер, басқа үйге көшесіздер, машина аласыздар, немесе сатасыздар, бір машинаңыз бір бұзылып қалуы мүмкін. Немесе сіздерге машинаны сыйлыққа беруі ықтимал. Жаңадан туыстарыңыз пайда болады. Су құйғыш сіздерге 2-ші домға келіп тұр екен. Жалпы бағалы затқа, ақшаға жауап береді. Кеткен дүниеге бас ауыртпау керек, бірақ мүмкіндігіңіз өте көп болады. Ақшаларыңыз көбейеді, немесе айлығыңызды көтереді. Күнделікті тамақ режимдеріңіз өзгереді. Өздеріңізге бір қарап, көңіл бөліп, витамин ішіп қабылдайсыздар. Энергияларыңыз өте көп болады, өздеріңізді жоғары бағалайсыздар. Балықтар сіздерге 1-ші домға келіп тұр екен. Жалпы 1-ші дом сіздерде барлық дүниені өзгертесіздер. Өмірі өзіңіз ойламаған бір кәсіп бастауыңыз мүмкін. Немесе сол кәсіпті бір ойлап жүрген дүниеңізді бір қолға алып бастайсыздар. Кәсібіңіз өте жақсы деңгейде жүретін болады. Мысалы, сіздер кітап шығаратын болсаңыздар, журнал шығаратын болсаңыздар, 200 данамен шығарамыз, осыны сатылады деп ойласаңыздар, ол 200 дана емес, 1 миллион немесе 2 миллион дана сатылуы мүмкін. Сұраныс көп болуы ықтимал. Сөйтіп атақты боласыздар. Өміріңіз жақсы жаққа қарай бет бұрады. Тұрмысқа шығасыздар. Балалы боласыздар. Жұмыстарыңыз алға жылжиды. Жаңа үйге көшесіздер. Жалпы статустарыңыз өзгереді деген сөз. Жалпы статус өзгерген, жалпы өте жақсы. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бәрі жақсы болады. Сау болыңыздар.